Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Түркиядағы жойқын жер сілкінісі салдарынан қаза тапқан қазақстандық Мұрболат Құрмашев пен Әділ Қадырбековтың денесі Алматыға жеткізілді, деп хабарлайды Тенгриньюс КЗ тілшісі. Қаза болған отандастарымыздың мәйіті Антакия қаласынан Анталияға жеткізіліп, 11 ақпанда кешке Алматыға жеткізілді. Барлық көлік шығындарын мемлекет өз мойнына алды, дейді қр СИМ ресми өкілі Айбек Смадияров. Еске салайық, 8 ақпанда Түркияның Қазақстандағы елшісі 4 қазақстандық із-түссіз жоғалғанын хабарлады. Сол күні үйінді астынан қазақстандық Сабина Мамадиярова құтқарылды. Бейсенбі күні қазақстандық құтқарушылар Антакияда толығымен қираған 6 қабатты ғимараттың үйіндісін тазарту кезінде Қазақстан азаматы Әділ Қадырбековтың денесін тапты. Кейінірек екінші қазақстандық Мұрболат Құрмашевтың денесі табылды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.